адамзаттың сознаниясында үлкен сдвиг болуда. Сіздер даже 5 жыл бұрынғы өмір сүретін дағдыларыңыз, привычкаларыңыз, сіздің танымдарыңыз қазір сізге жарамайды. Даже 1 жыл бұрынғы квантовый скачокта түсіндірілген ұғымдарды мен қазір кейбір ұғымдарды алып тастауыма тура келді. Өйткені мына планетадағы энергияның алмасуына сәйкес қаншама өзгерістер, үздіксіз көзге көрінбейтін өзгерістер өте қатты жылдамдықпен өрбуде. И осы планетарлық сознанияның ауысуына байланысты адамзат бұрын сезінбеген қиналысты сезінуде. Сіздер білесіздер, дәл қазіргідей ақша табу оңай болып көрген жоқ. Қазір ақша табу оңай. Қазір өмір сүру деңгейі анағұрлым жоғары. Қазір бүкіл өмір сүруімізге қатысты қаншама комфорт болса да, адамзат дәл қазіргідей ешқандай соғыссыз, ешқандай жаңағы бір алапатсыз, бір апатсыз адамзат қатты қиналуда. Оны қазір бүкіл айналаңыздағы адамдардан байқайсыз. Бұрын қазіргі адамдардағы качели эмоциональный өте қатты, ешқандай себепсіз адамзат жан жүрегі ауруда, себепсіз энергиясы төмен түсуде, себепсіз бүкіл қорқыныштары бессознательный, подсознаниесіндегі көтеріліп кетуде, бүкіл денесі ауруда. И осы кезеңде адамзат түсінбейді, неліктен бұлай болуда, яғни сознанием понимает, адамдар миымен түсініп жатыр да, что дәл қазір қайғыратын ештеңке жоқ. Дәл қазір сіздің өміріңізде сізді қинайтын бірәм анағұрлым себебі жоқ екенін түсінсе де, бірақ адамзат, бірақ өз-өзін алып орнынан тұрғызу жаңағы оңайға түспеуде. И байқасаңыздар, сіздер старые, мынандай сөз бар да, по-старому не могу, новое не знаю как деген. Яғни бұрынғы закондар, бұрынғы убеждениелер, бұрынғы заңдылықтар қазір жүзеге аспайды. Бұрынғы заңдылықтар мысалға, бұрын осыған дейін, эра Водолейға дейін, сіздер байқасаңыздар, қандай заңдылықтар адамзатты басқарды. Ол кезде ол дүниелер, былайша айтқанда, спокойно өтетін. Қандай дүниелер десеңіздер, эгоның дәурені болды. Эго деген, яғни жанталас, шыңғыру, конкурент, қызғану біреуді, мен қалып кетпейін деп өз-өзіңді қамшылау, өзіңе ұрсу, давай тұрайық, ақша жасайық деген заңдылықтар бұрын кәдімгідей өмірде орын алып тұрды. Осы заңдылықтарды кәдімгідей өзіңнің ішіңде егер осындай убеждениелер болатын болса, солармен жүріп спокойно ақша табуға болатын. Қазір ол убеждениелеріңіз байқасаңыздар бұрынғыдай жүзеге аспай қалды. И адамдар бұрынғы мотивациясын жоғалтып алды. Бұрын мысалға орнынан тұрып, атып тұрып жұмыс істеп кететін тоқсын. Бұрын мысалға осыдан 1 жыл бұрын, даже 2 жыл бұрын атып тұрып, сен әйтеуір өз-өзіңді қамшылап, тұрғызып, бір нәрсе істеп, ана жұмысты істеп, мына жұмысты істейтін болсаң, қазір ол закондар жүрмейді. Сенің мотивацияң өшіп қалғандай, сенің энергияң таусылып қалғандай, и қалай өзіңді алып жүруіңді білмей, ішіңде новый убеждениелер, новый құндылықтар әрі орнамаған, не істеріңді білмей адамзат осындай әрі-сәрі күйде тұрып қалғанын сіздер байқайсыздар. Егер сіздерде осындай күй болып жатса, онда сіз дөп келдіңіз деп есептеймін. Өйткені дәл осы жерде біз өзіміздің ішімізге қазіргі 5-й измерение, эра Водолейге сәйкес құндылықтарды ішімізге орнататын боламыз. Яғни бұрынғы құндылықтар эгоның дәурені жүрсе, қазір эгоның заңдылықтары жүрмейді. Яғни қарпып қалсам, жек қалсам, опырып алсам, елдің бәрінен озып кетсем, мен мықты болсам деп кеудені көтерілген заңдылықтар жүрмейді. Қазіргі эра Водолейяның заңдылықтары, яғни ол душамен өмір сүру, махаббатта болу, жүрегіңде тек қана жаңағы адамзатқа деген ұлы махаббаттың болуы, бүкіл адамзат бір единый целыйдың сен жай ғана бөлшек екенің, бүкіл адамзатпен, табиғатпен, бүкіл жаратылыспен сен связаны екеніңді жан жүрегіңмен ұғып, осы новый заңдылықтармен қазіргі өміріңе қадам басуға тура келетін уақыт болып тұр. Сондықтан мен бұл сабақтың барысында сіздерге
не только ішкі состояниені гармонияда, жаңағы баланста, рахаттанып өмір сүруді ғана емес сіздерге, и ақшаңды, қалауыңды, өзіңнің арманыңа күліп, ойнап, рахаттанып тұрып, спокойный ішкі махаббатпен, ішкі изобилиемен наликке жетудің жолдарын сіздерге толық түсіндіретін болам. Яғни бұрынғы эрада, бұрынғы эгоның эрасында біз өз-өзімізді неғұрлым қинаған сайын, неғұрлым жаңағы көбірек еңбектенген сайын, неғұрлым өзімізге жанкештілікке барған сайын, соғұрлым біз ақшаны көбірек табатын болсақ, қазір ол закондар жүрмейді. Наоборот, қазір неғұрлым сіз өзіңізді баланста ұстап, спокойствиеде, махаббатта тұрған сайын сіздің аларыңыз өте көп болатын болады. Сондықтан әрбір законға осы сабақтың барысында мен қазіргі эра Водолейінің закондарын сіздерге асықпай түсіндіретін болам. Әрбір законға мұқият қарасаңыз, және өміріңізге енгізуге тырыссаңыз деп жан жүрегіммен тілеймін сіздерге. Қазір су ішіп алайын арасында. Кішкене ауырыңқырап отырмын, суық тиіп қалыпты, бірақ барынша түсіндірем, уайымдамаңыздар. И қазіргі закондарды білуіңізге тура келеді. Әрине, сіздерге бұрынғы квантовый скачоктағы кейбір түсініктерді мен толыққанды оған да оралатын болам. Кейбір закондардың, қалған закондарды, өйткені сіздерге ол түсініктер бәрібір өміріңізге фундаментально қажет болғандықтан, және қазіргі жаңа заманның закондарын. Представьте, сізге қазір, мысалға, біз бұрын третий измерениеде өмір сүрдік, қазір бізге пятый измерение ашылуда. Осы пятый измерениеге өту үшін бізге ішімізде бұрын болмаған состояние болуда. Қандай состояние десеңіздер, ол әрине қиналу, апатия, энергияның түсіп кетуі, өзіңнен өзің жаңағы өмірге деген құлшынысың жоғалуы, ешқандай өмір сүруге деген желаниенің жоғалуы, материальный игіліктерге деген қызығушылықтың нөлге түсуі, осындай кезеңдерде не істеріңді білмей сансырап тұрсың да, и саған жаңа есік ашылғалы тұр. Пятый измерение. Бүкіл жаңағы Инстаграм болсын, психология болсын, қазіргі әлеуметтік желілерде барлығында пятый измерение деген бақытты өміріңді сүру дәуірі басталады. Яғни спокойно, күліп ойнап, өзіңнің қалауыңды рахаттанып алу, өзіңнің жаңағы жетістігіңе ешқандай қиналыссыз жету, өзіңнің өміріңнің твореціне айналу. Осы дәуренге келіп жеттік. Сондықтан сіздерге осы сабақтың барысында барлығын түсіндірем. Тек құлақтарыңыз менде болсын.